Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 5 маусымы жұма. Маусым айының алғашқы толыққанды сауда аптасы аяқталуға жақын. Сондықтан біз бүгін жеке валюталық жұптарды немесе активтерді ғана талдамай, қазіргі таңда әлемдік қаржы нарықтарын бағытын анықтап отырған 5 негізгі тақырыпқа тоқталатын боламыз. Біріншіден әрине де бүгінгі күннің күнтізбесін шолып өтейік. Мінекей дәл осы оқиғалар нарыққа қандай да бір әсерін тигізуі мүмкін деген ой пікірлер бар. Ал біз тоқталатын тақырыптарды айта кететін болсақ, бірінші тақырып ол әрине де ақш федералдық резервтік жүйесінің болашақ саясаты. Соңғы аптада инвесторлар ақш экономикасына қатысты кейбір маңызды есепті мұқият бақылауды жалғастыруда. Экономиканың біртіндеп баяулау белгілері байқалғанымен, нарық қатысушылары пайыздық мөлшерлемелердің жақын арада жылдам төмендететініне әлі де сенімді емес. Америка экономикасы туралы айтатын болсақ, ол салыстырмалы түрде тұрақты болып қалуда, тұтынушылық шығындар жоғары деңгейде сақталуда, жұмыссыздық көрсеткіші тарихи тұрғыдан төмен деңгейлердің маңында орналасқан, ал инфляция бірнеше ай бұрынғы болжамдармен салыстырғанда баяу төмендеуде. Сондықтан енді ұзақ мерзімді перспективалар туралы да ой пікірді айта кетуге болады деген ойдамын. Америка экономикасы туралы тақырыпты жалғастыратын болсақ, осыны барлық айтып өткен жағдайлардың кесірінен доллар әлемнің көптеген валюталарына қатысты күшті позицияларын сақтап келеді. Инвесторлар үшін логика қарапайым. ақш-та пайыздық мөлшерлемелер неғұрлым ұзақ жоғары деңгейде қалса, доллар активтердің тартымдылығы соғұрлым жоғары болмақ. Алайда маңызды сұрақ сақталуда. Егер экономика күткеннен жылдамырақ баяулайтын болса, федералдық резервтік жүйесі жылдың екінші жартысында өз риторикасын өзгертуі мүмкін деген ой пікірлер бар. Сондықтан қазіргі кезеңде ақш-та жарияланатын әрбір маңызды макроэкономикалық көрсеткіш нарықтарға айтарлықтай әсер етуі ықтимал. Ал қысқа мерзімді доллар индексі туралы әңгіме қозғайтын болсақ, қазірге мінекей төмендеп келе жатқан көріп отырмыз. 98,196 деген деңгейде дәл қазір доллар саудаланып жатыр, және қысқа мерзімде әрмен қарай төмендеуі де әбден ықтимал. Онымен қатар екінші өте маңызды тақырып ол әрине де әлемдік экономиканың жағдайы. 2026 жылдың басында көптеген сарапшылар жаһандық экономикалық өсім жеделдейді деп болжаған еді. Алайда қазір болжамдар біршама сәқ болып жатқанын көріп отырмыз. Еуропа экономикасы баяу қалпына келуді жалғастыруда. Германияның өндірістік секторы әлі де қысымға ұшырап отыр, ал көптеген еуроаймақ елдеріндегі іскерлік белсенділік тұрақты өсімді жалпы көрсете алмай жатыр. Сонымен қатар ақш экономикасы көптеген дамыған елдерге қарағанда мықтырақ көрінуде. Сол себепті халықаралық капитал америкалық нарықтарға бағыттауын жалғастыруда. Бұл жағдай еуро-доллар жұбына қысым түсіруде. Инвесторлар Еуропа экономикасының жеделдей бастағанын көрмейінше еуроның ұзақ мерзімді нығаюы туралы айту қиындау. Сондықтан бұл бетте де жалпы есебімен айтқанда төмендеу көріп қалуымыз әбден ықтимал деген ой пікірлер бізде қалыптасуда. Әрмен қарай жалғастыратын болсақ, үшінші маңызды тақырып ол әрине де Қытай. Қытай экономикасы әлемдік шикізат нарықтары мен халықаралық сауда үшін ең маңызды фактор болып қала береді. Бұл бізге белгілі. Ел билігі экономиканы қолдау бағдарламаларын іске асыруды жалғастыруда, негізгі нашар ішкі сұранысты ынталандыруда және жоғары технологиялық салаларды дамытуға және инфрақұрылымдық жобаларға аударылған жалпы биліктің негізгі назары, жаңа айтып өткендей. Алайда нарық бұл шаралардың экономикалық өсімді тез қалпына келтіруге жеткілікті болатынына толық сенімді емес. Құрылыс секторындағы әлсіздік пен жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемалар инвесторларды алаңдатуды жалғастыруда. Мұнай мен өнеркәсіптік металдар нарығы үшін Қытай басты белгісіздік көзі болып жатыр. Егер Қытай экономикасы жеделдей бастаса, бұл бүкіл әлемдегі шикізатқа деген сұраныс артуына алып келуі мүмкін. Төртінші өте маңызды тақырып ол әрине де мұнай нарығы. Қазіргі уақытта мұнай нарығы екі қарама-қарсы фактордың ықпалында тұр. Bir жағынан ірі өндіруші мемлекеттердің өндірісті шектеуі мұнай бағасын қолдап отыр. Ал екінші жағынан болса, әлемдік экономиканың баяулау қаупі энергия тасымалдаушыларына деген сұраныстың төмендеуіне әкелуі мүмкін деген алаңдаушылық сақталуда. Сонымен қатар инвесторлар таяу шығыстағы жағдайды мұқият бақылап жатыр. Мұнай жеткізілімдерінің қауіпсіздігіне қатысты кез келген жаңалық бағаға бірден әсер етуде. Және
біз жаңа айтып өткендей, иә, бағалар қазір жоғарыға ұмтылған еді, бірақ бұл енді қысқа мерзімді тренд деп айтуға да келеді. Бұған өте бір тығыз байланысты тақырып, ол әрине де канадалық доллар екенін ұмытпау керек. Иә, біз үнемі айтатындай, канадалық доллар жалпы осы мұнайдың бағасына өте тығыз байланысты. Сонымен қатар енді әрмен қарай бұл ерекше маңызды тақырып деп айттық, иә, канадалық доллар үшін мұнай бағасы жоғарылаған сайын канадалық валюта қосымша қолдау алады. Ал мұнай арзандаса, артықшылық қайтадан ақш долларына өтуі мүмкін деген ой пікірлер бар. Сондықтан енді бұл жерде де мұнай бағасы қысқа мерзімде төменге ұмтылатын болса, біз көріп отқандай, иә, канадалық долларға да бұл өз әсерін тигізетін болмақ. Ұлыбритания туралы әңгіме қозғайтын болсақ, ол жақта әлі де ішкі саясаттағы қиыншылықтар сақталуда, бірақ бізде оған дейін өте бір маңызды тақырып бар екенін айта кету қажет. Бесінші тақырып ол әрине де жасанды интеллект және қор нарықтары. Көптеген экономикалық және геосаяси тәуекелдерге қарамастан, дәл осы жасанды интеллект секторы әлемдік қор нарықтарының негізгі өсу драйвері болып жатыр. Технологиялық компаниялар есептеу инфрақұрылымына, деректер орталықтарына және AI шешімдеріне миллиардтаған доллар инвестицияларды салуды жалғастыруда. Инвесторлардың басым бөлігі жасанды интеллект алдағы 10 жылдықтағы ең маңызды технологиялардың бірі болады деп есептейді. Сонымен қатар жекелеген компаниялардың нарықтық бағалануы шамадан тыс жоғары болуы мүмкін деген алаңдаушылық та күшейіп келеді. Сарапшылар қазіргі бағалар компаниялардың нақты қаржылық нәтижелеріне қаншалықты сәйкес келетіні туралы сұрақтарды жиі көтере бастады. Осы орайда енді біз айтып өткендей, жапониялық иенаға да бір маңызды тақырыптарды жалпы назар аударған өте маңызды. Доллар иена жұбы әлемдегі ең көп талқыланатын валюталық жұптардың бірі болып қала берді. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы Жапон валютасына қысым көрсетуді жалғастыруда. Сонымен бірге нарық қатысушылары Жапония елінің банкінің әрекеттерін мұқият бақылауда. Реттеушінің риторикасындағы кез келген өзгеріс валюта нарығына күрт қозғалыстар тудыруы мүмкін. Және көреміз енді қысқа мерзімде қандай өзгерістер болатынын, бірақ жалпы есебімен айтқанда бұл жерде жалпы көрсеткіштер тіпті жоғарыға да ұмтылып кетуі мүмкін. Иә, себебі қысқа мерзімде біз айтып өткендей, қазір доллардың көрсеткіштері мәз емес деп. Әрмен қарай енді тағы да бір өте маңызды тоқталатын тақырып ол әрине де алтын. Алтынға келетін болсақ, бағалы металл қорғаныс актив ретіндегі тартымдылығын сақтап отыр. Мемлекеттік қарыздардың жоғары деңгейі, геосаяси тәуекелдер және орталық банктердің болашақ саясатына қатысты белгісіздік алтынға деген сұранысты қолдауды жалғастыруда. Аптаның қорытындысын шығаратын болсақ, әлемдік қаржы нарықтары жаз мезгіліне жоғары белгісіздік жағдайында қадам басуда. Инвесторлар бір уақытта пайыздық мөлшерлемелердің болашағын, әлемдік экономиканың жағдайын, инфляция динамикасын, Қытай экономикасының және геосаяси тәуекелдерді бағалап отыр. Дәл осы факторлардың жиынтығы жалпы алдағы апталарда доллардың, евроның, фунттың, иена, мұнай, алтын және әлемдік қор индекстерінің қозғалыстарын анықтайтын болады. Осымен бүгінгі кішігірім енді аптаға деген шолу аяқталды. Қадірменді көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Егер форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып та алуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге енді келесі брейнфингпен оралғанша сау болыңыздар деп айтамын.